Мен ұлымды 9 ай көтердім. Оны жалғыз өсірдім. Оның әрбір ауру түні жанында отырдым. Мектепке алғаш барған күні жыладым. Әскерге кеткен күні ұйықтай алмадым. Үйленген күні бақыттан көзіме жас келді. Ал 70 жасқа келгенімде сол ұлым маған: "Анашым, мұнда сізге жақсы қарайды" деді. Біз үлкен темір қақпаның алдында тұрған едік. Қақпада үлкен әріптермен "Қарттар үйі" деп жазылып тұрды. Мен ұлыма қарап: "Балам, біз мұнда не істеп жүрміз?" деп сұрадым. Ол көзін төмен түсірді. Ал мен сол сәтте өмірімде алғаш рет өзімді артық адам сияқты сезіндім. Менің атым Күләш. Жасым 69-да. Күйеуім 17 жыл бұрын қайтыс болды. Ол кезде ұлым Нұржан университетте оқып жүрген. Қызым Айгүл енді ғана тұрмысқа шыққан еді. Күйеуімді жерлеген күні ұлыма қарап: "Сендер үшін өмір сүремін" дегенім есімде. Сол сөзді өмір бойы орындадым. Күйеуім қайтыс болғаннан кейін 2 жұмыста істедім. Таңертең мектеп асханасында, кешке дүкенде, кейде таңғы 4-те тұратынмын. Кейде түн ортасына дейін жұмыс істейтінмін. Бірақ ешқашан шағымданған емеспін. Өйткені балаларым жақсы өмір сүрсе болды деп ойладым. Нұржанды оқыттым. Оған компьютер алып бердім. Ол қалаға жұмысқа кеткенде барлық жинаған ақшамды бердім. Айгүлге той жасадым. Үйдегі соңғы алтын сырғамды сатып жіберген кездерім де болды. Бірақ ана жүрегі есеп жүргізбейді. Ұлым кейін үлкен қалаға көшіп кетті. Жақсы жұмыс тапты. Үйленді. Келінім Әлия алғашында жақсы еді. Мені мама деп шақыратын. Мерекеде бірге жиналатынбыз. Немерем дүниеге келген күні мен ең бақытты әже болған шығармын. Бірақ уақыт өте бәрі өзгере бастады. Нұржан жұмыстан кеш келетін болды. Келінім шаршайтын. Ал менің жасым ұлғайып бара жатты. Тізем ауыратын. Қан қысымым көтерілетін. Кейде дәрі ішуді ұмытып кететімін. Бірақ мен ешқашан балаларыма ауыртпалық болғым келмеді. Бір күні ас үйде шай ішіп отырғанбыз. Келінім: "Қаладағы пәтер кішкентай болып кетті" деді. Нұржан үндемеді. Балалар да өсіп жатыр. Мен жай ғана басымды изедім. "Иә, дұрыс." Ол тағы айтты: "Кейде бәрімізге қиын болып кетеді." Мен бұл сөздердің маған арналғанын сол кезде түсінген жоқпын. Бірнеше айдан кейін қызым Айгүл басқа қалаға көшіп кетті. Оның күйеуін жұмысқа ауыстырды. Енді мен көбінесе ұлыммен бірге болдым. Бірақ үйдің ішінде бір түрлі салқындық пайда болды. Келінім бұрынғыдай сөйлеспейтін. Немерелерім телефоннан бас алмайтын. Ал Нұржан үнемі жұмыста. Кейде кешкі ас кезінде бәріміз бір үстелде отырсақ та өзімді жалғыз сезінетінмін. Бір күні түнде су ішуге тұрдым. Ас үйден дауыстар естілді. Нұржан мен Әлия сөйлесіп отыр екен. Мен оларды байқамай қалдым. "Әлия, біз бұлай ұзақ өмір сүре алмаймыз." Нұржан: "Білемін. Бір шешім қабылдау керек." Мен анама қалай айтамын? Мен есіктің ар жағында қатып қалдым. Ол ренжиді. Бірақ бізде басқа амал жоқ. Мен үнсіз бөлмеме қайта кірдім. Сол түні көз іле алмадым. Бірақ өзімді жұбаттым. Мүмкін олар басқа нәрсе туралы сөйлескен шығар. Мүмкін мен қателескен шығармын. Өйткені әр ана өз баласы туралы жаман ойлағысы келмейді. Бір аптадан кейін Нұржан маған: "Анашым, ертең сізбен қалаға барамыз" деді. Мен таңғалдым. "Неге?" "Дәрігерге көрінеміз. Денсаулығым жақсы ғой." Ол жымиып: "Тексеріліп алған дұрыс." Мен қуанып қалдым. Ұлым мені ойлап жүр екен деп ойладым. Тіпті кешке жақсы көйлегімді дайындап қойдым. Ертеңіне біз көлікке отырдық. Жол бойы Нұржан көп сөйлемеді. Мен бірнеше рет сұрадым: "Қай дәрігерге барамыз?" "Көресіз, анашым." Қаладан шығып кеткенде таңғалдым. "Аурухана бұл жақта емес қой." Ол жауап бермеді. Бір кезде көлік үлкен темір қақпаның алдында тоқтады. Мен басымды көтердім. Ал қақпадағы жазуды көргенде жүрегім тоқтап қалғандай болды. "Қарттар үйі"
Мен ұлыма қарадым. Балам. Ол көзін төмен түсірді. Анашым. Менің даусым дірілдей бастады. Біз мұнда не істеп жүрміз? Ұлым ұзақ үндемеді. Сосын ақырын ғана. Мұнда сізге жақсы қарайды. Сол сәтте мен 70 жыл өмір сүріп, ең ауыр сөзді өз баламнан естідім. Мен ұлыма ұзақ қарап тұрдым. Мүмкін ол әзілдеп тұрған шығар деп ойладым. Нұржан құжаттарды алып шықты. Сонда ғана бәрі рас екенін түсіндім. Бұл алдын ала шешілген екен. Менен басқа бәрі біліп жүргендей. Балам, сен маған неге айтпадың? Ол үндемеді. Мен үйден кетемін. Анашым. Қызыма барамын. Айгүлдің өзі жалдамалы пәтерде тұрады. Ауылға кетемін. Үй сатып кеткен. Мен орнымда қатып қалдым. Не? Нұржан көзін тайдырды. Үйді өткен жылы саттық. Бұл мен үшін екінші соққы болды. Менің күйеуіммен бірге салған үйіміз. Менің барлық естеліктерім қалған үй. Мен ештеңе білмеппін. Ішке кіргенде бәрі өте таза екен. Ақ қабырғалар, гүлдер, теледидар. Бірақ мен үшін бәрі суық көрінді. Өйткені мұнда ешкім мені күтпеген. Мен ешкімге керек болмағандықтан келген едім. Әлгі әйел. Апай, бөлмеңіз дайын. Мен үнсіз жүрдім. Ұлым құжаттарға қол қойып жатты. Мен оған қайта-қайта қарап қоямын. Мүмкін ол қазір тоқтайтын шығар. Мүмкін. Анашым, үйге қайтайық дер. Бірақ ол ештеңе айтпады. Бөлмеде 2 төсек тұр екен. Терезе аулаға қарайды. Екінші төсекте шамамен менімен жасты әйел отырды. Ол жымиып. Келдіңіз бе? Мен басымды изедім. Менің атым Раушан. Мен әрең жауап бердім. Күләш? Ол маған ұзақ қарап отырды. Сосын жай ғана. Алғашқы күн ең ауыры. Мен көзіме жас алып. Сіздің балаларыңыз қайда? Ол күлімсіреді. Бірақ ол күлкіде мұң бар еді. 5 жылдан бері көрмедім. Сол кезде мен ішімнен. Жоқ, менің ұлым олай істемейді деп ойладым. Кешке қарай Нұржан бөлмеге кірді. Ол менің чемоданымды қойып. Маған қайту керек. Мен орнымнан тұрдым. Қашан келесің? Ол біраз үнсіз қалды. Жақында. Қашан? Жұмысқа байланысты. Мен оның қолынан ұстадым. Балам. Ол басын көтерді. Мені алып кетесің ғой. Ол көзін төмен түсірді. Әрине. Мен сол сөзге сенгім келді. Өйткені ана баласының өтірік айтатынына сенгісі келмейді. Нұржан кеткеннен кейін мен терезе алдында ұзақ отырдым. Көлігі қақпадан шығып кеткенше қарап тұрдым. Ол бір ретте артына қарамады. Мен бөлмеге қайта кіргенде Раушан апай. Жылап алыңыз деді. Мен үндемедім. Ал ең қорқыныштысы. Мен әлі де ұлым ертең келеді деп күтіп жаттым. Таңертең ерте оянып кеттім. Бөлме іші тыныш. Терезеден әлсіз күн сәулесі түсіп тұр. Бір сәтке қайда екенімді ұмытып қалдым. Бірақ қасымдағы бөтен төсек пен ақ қабырға бәрін есіме салды. Мен қарттар үйінде едім. Ұлым мені осында қалдырып кеткен еді. Раушан апай төсегін жинап жатыр екен. Ол маған күлімсіреп қарады. Ұйықтай алдыңыз ба? Мен басымды шайқадым. Жоқ. Ешкім алғашқы түні ұйықтамайды. Ол бұл сөзді соншалықты сабырмен айтты. Сірә, мұндай жағдай көп болатын шығар. Таңғы асқа бәріміз үлкен бөлмеге жиналдық. Шамамен 20 шақты қария отыр екен. Біреуі үнсіз шай ішеді. Біреуі терезеге қарап отыр. Біреуі есікке қайта-қайта қарайды. Мен олардың жүздеріне қарадым. Әрқайсысының өз тарихы бар еді. Әрқайсысының балалары бар шығар. Бірақ олар осында. Жалғыз. Жанымдағы үстелге отырған ақсақал. Жаңадан келдіңіз бе? Деп сұрады. Иә. Ұлыңыз әкелді ме? Мен үнсіз басымды изедім. Ол жай ғана. Мені де қызым әкелген. Сосын шайын ішуді жалғастырды. Мұнда ешкім таңғалмайтын сияқты. Өйткені бәрінің жарасы бір еді. Түстен кейін қызметкер әйел телефон әкелді.
Менің жүрегім қуанып кетті. Ұлым ба? Ол басын шайқады. Жоқ, қызыңыз. Айгүл екен. Ол жылап тұр. Анашым, кешіріңіз. Сен білдің бе? Ұзақ үнсіздік. Бірнеше күн бұрын білдім. Жүрегім тағы ауырды. Сен де үндемедің бе? Мен қарсы болдым. Онда неге келмедің? Ол жылап жіберді. Бізде бір бөлмелі пәтер ғана. Мен көзімді жұмдым. Балаларымның ешқайсысы мені өз үйіне сыйғыза алмапты. Кешке қарай Раушан апаймен ұзақ сөйлестік. Ол осында 4 жылдан бері тұрады екен. Балаларыңыз келе ме? Ол күлімсіреді. Алғашында келіп тұрды. Қазір немерелерімнің суреттерін ғана көремін. Мен үндемедім. Бір күні үйренесіз. Неге? Күтпеуге. Бұл сөз маған өте ауыр тиді. Өйткені мен әлі де Нұржан ертең келеді деп сеніп жүрдім. Келесі күні таңертең мен есік жақтағы орындыққа отырдым. Қақпа көрінеді. Әрбір кірген көлікке қараймын. Әрбір ашылған есікке үміттенемін. Бірақ Нұржан келмеді. Түсте де, кешке де. Телефон да соқпады. 3-ші күні немереме хабарласуға тырыстым. Бірақ телефон өшірулі болды. Мен қайта-қайта тердім. Жауап жоқ. Раушан апай менің жанымда отырды. Өзіңізді қинамаңыз. Ол бос емес шығар. Мүмкін. Бірақ оның даусы басқа нәрсені айтып тұрғандай еді. Бір апта өтті. Сосын тағы бір апта. Нұржан келмеді. Бір күні қызметкер қыз. Сізге дәрі әкелу керек еді. Мен қуанып кеттім. Ұлым келді ме? Жоқ. Ол көзін төмен түсірді. Ақшаны аударып жіберіпті. Мен сол жерде үнсіз қалдым. Ақша. Ұлым маған өзін емес, ақшасын жіберген еді. Бір күні аулада отырғанбыз. Қарттардың бірі туған күнін атап өтіп жатыр екен. Бірақ оның жанында ешкім жоқ. Тек біз ғана отырмыз. Ол 78 жасқа толыпты. Мен сұрадым. Балаларыңыз келе ме? Ол күлімсіреді. Бәлкім келер. Раушан апай ақырын. Ол бұл сөзді 3 жылдан бері айтып келеді. Менің көзіме жас келді. Өйткені мен өзімді сол адамның орнында көрдім. Сол түні мен бірінші рет ұлыма ренжідім. Осы уақытқа дейін оны ақтадым. Жұмысы көп шығар дедім. Балалары ауырып қалған шығар дедім. Бірақ ана жүрегі де бір күні шаршайды екен. Мен жастыққа қарап жатып, неге, балам? Деп сыбырладым. Мен саған не істедім? Жауап болмады. Ертеңіне қақпа алдына бір көлік келді. Мен орнымнан атып тұрдым. Жүрегім қатты соғып кетті. Бірақ көліктен Нұржан емес, біздің бұрынғы көршіміз Гүлнар түсті. Ол мені көрген бойда жылап жіберді. Күләш апа. Мен таң қалдым. Сен қайдан келдің? Ол маған ұзақ қарады. Сосын ақырын ғана. Сіз бір нәрсені білмейсіз. Менің жүрегім тарс ете қалды. Нені? Ол көзін төмен түсірді. Ұлыңыз сіздің үйіңізді сатып жіберіпті. Менің қолым дірілдеп кетті. Өйткені мен сол сәтте бәрінен айырылғанымды түсіндім. Гүлнардың сөзінен кейін мен біраз уақыт үнсіз отырдым. Қандай үйді? Деп сұрадым. Ол таң қалып маған қарады. Сіз білмейсіз бе? Мен басымды шайқадым. Үй өткен жылы сатылған. Менің тамағыма бір нәрсе кептеліп қалғандай болды. Қай үй? Ауылдағы үйіңіз. Күйеуім екеуміз салған үй ме? Гүлнар ақырын басын изеді. Мен орындыққа қайта отырдым. Өйткені аяғым әлсіріп кеткен еді. Ол үйді біз күйеуім екеуміз 20 жыл бойы тұрғызғанбыз. Алғашында 2 бөлмелі ғана болатын. Кейін тағы бөлме қостық. Аулада алма ағашын отырғыздық. Балалар сол жерде өсті. Нұржанның алғашқы велосипеді сол аулада тұрған. Айгүлдің ұзату тойы сол үйде өтті. Күйеуімнің соңғы күні де сол үйде өтті. Мен сол үйге бір күні қайта ораламын деп ойлайтымын. Ал ол үй әлде қашан сатылып кеткен екен. Нұржан сатып жіберді ме? Гүлнар ауыр күрсінді.
Ол сатып алушыларды өзі әкелді. Қашан? Өткен жылы. Мен көзімді жұмдым. Сол кезде ұлым маған үй жөндеуде деп айтқаны есіме түсті. Кейін, әзірше бармаңыз деген. Мен оған сенген едім. Сол күні кешке мен Нұржанға телефон соқтым. Ұзақ уақыт жауап бермеді. Ақыры көтерді. Анашым, үйді саттың ба? Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Саған кім айтты? Бұл рас па? Ол ауыр күрсінді. Иә. Көзімнен жас ағып кетті. Неге? Бізге ақша керек болды. Маған неге айтпадың? Сен ренжитін едің. Бұл менің де үйім еді. Ол үндемеді. Мен өмірімде алғаш рет ұлыма қатты ренжідім. Сол түні Раушан апай қасымда ұзақ отырды. Жылап алыңыз. Мен көз жасымды сүрттім. Мен оны осылай тәрбиеледім бе? Ол басын шайқады. Кейде балалар ата-ананың емес, өмірдің ықпалымен өзгереді. Бірақ ол менің ұлым ғой. Иә. Ол қолымды ұстады. Сондықтан сіздің жаныңыз ауырып отыр. Келесі күні Гүлнар тағы келді. Ол маған суреттер көрсетті. Менің үйімнің алдында бөтен көлік тұр. Бақшада бөтен адамдар жүр. Терезелер ауыстырылған. Ауладағы орындық жоқ. Менің алма ағашым кесіліпті. Мен суреттерге қарап отырып жыладым. Өйткені кейде адам үйден емес, өткен өмірінен айырылады. Бір аптадан кейін Айгүл келді. Қызым мені көрген бойда құшақтап жылады. Анашым, кешіріңіз. Мен оның шашынан сипадым. Сен кінәлі емессің. Мен сізді алып кеткім келді. Білемін. Бірақ бізде мүмкіндік болмады. Мен қызымды жұбаттым. Өйткені ол да өз-өзін кінәлап жүрген еді. Айгүл кетер алдында маған бір нәрсе айтты. Анашым, Нұржанның жағдайы жақсы емес. Мен таң қалдым. Не болды? Ол үлкен қарызға кіріп кеткен. Қандай қарыз? Бизнесі жүрмей қалған. Мен үнсіз қалдым. Сол кезде үйдің неге сатылғанын түсіне бастадым. Бірақ жүрегім бәрібір қабылдай алмады. Сонда мені де сол үшін осында әкелді ме? Айгүл жылап жіберді. Мен білмеймін. Бірақ мен ішімнен жауапты сезіп тұрдым. Кеше қарай мен аулада жалғыз отырдым. Күн батып бара жатты. Қасымда отырған бір ата. Балаларыңыз келе ме? Деп сұрады. Мен ұзақ ойландым. Бұрын болса, әрине келеді дер едім. Бірақ бұл жолы жай ғана. Білмеймін. Ол басын изеді. Мен де осылай бастағамын. Мен оған қарадым. Сосын, кейін күтуді қойдым. Осы сөз мені қорқытты. Өйткені мен де бір күні ұлымды күтуді тоқтататын шығармын. Бірақ дәл сол уақытта қалада Нұржанның өмірі де өзгере бастап жатқан еді. Ол жұмыстан айырылғанын әлі ешкім білмейтін. Бизнесі банкротқа жақындағанын да. Ал ең қорқыныштысы, келесі аптада оның өмірін түбегейлі өзгертетін жағдай болатын. Және сол кезде ол ең алдымен кімді еске алатынын өзі де білмейтін еді. Қарттар үйіне келгеніме 2 ай болып қалған еді. Бастапқы күндердегідей әр көлікке жүгірмейтін болдым. Әр телефон қоңырағынан үміттенбейтін болдым. Адам бәріне үйренеді екен. Тіпті жалғыздыққа да. Бірақ ана жүрегі бір нәрсеге ешқашан үйренбейді. Ол баласын сағынуға. Раушан апай екеуміз таңертең аулада шай ішіп отыратын болдық. Бір күні ол маған, бұрын қандай арманыңыз болды? Деп сұрады. Мен ойланып қалдым. Жас кезімде мұндай сұраққа бірден жауап беретін едім. Ал қазір, балаларымның бақытты болғанын қаладым. Өзіңіз үшін ше? Мен үнсіз қалдым. Өйткені мен өмір бойы өзім үшін ештеңе сұрамаппын. Алғашында күйеуім үшін өмір сүрдім. Кейін балаларым үшін. Сосын немерелерім үшін. Ал Күләш деген адамның өзі қайда қалғанын білмеймін. Бір күні кешке қызметкер қыз маған телефон әкелді. Сізге қоңырау. Менің жүрегім тағы соқты. Нұржан ба? Иә. Мен тұтқаны қолыма алдым. Балам. Телефонның ар жағында ұзақ үнсіздік болды.
Сосын оның даусы естілді. Бұрынғыдай сенімді емес. Шаршаған. Әлсіз. Анашым, жағдайыңыз қалай? Мен жымиып жібердім. 2 айдан кейін ол бірінші рет сұрап тұр. Жақсы. Дәрілеріңіз бар ма? Бар. Бір нәрсе керек емес пе? Мен көзімді жұмдым. Маған дәрі емес. Маған ақша емес. Маған ұлым керек еді. Бірақ мен оны айтпадым. Қашан келесің? Ол үнсіз қалды. Жақында. Мен осы сөзді бұрында естігенмін. Нұржан. Иә, анашым. Сен бақыттысың ба? Ол жауап бермеді. Бірнеше секундтан кейін. Жоқ деді. Содан кейін байланыс үзіліп кетті. Келесі күні Айгүл келді. Ол бұрынғыдан да уайымдап жүрген сияқты. Не болды? Қызым маған ұзақ қарады. Нұржанның жағдайы нашар. Ауырып қалды ма? Жоқ. Онда. Ол терең дем алды. Компаниясы жабылды. Мен үндемедім. Қарыздары көбейіп кеткен. Әли әше. Айгүл көзін төмен түсірді. Олар бөліп тұрып жатыр. Мен таңырқап қалдым. Немерелерім ше? Әлия балаларды алып кеткен. Бірнеше минут үнсіз отырдық. Сол сәтте мен өзімді емес, ұлымды ойладым. Ана жүрегі сонда екен. Өзі жылап отырса да баласын ойлайды. Сол түні ұйықтай алмадым. Мен Нұржанның кішкентай кезін есіме алдым. Ол 5 жасында қатты ауырып қалған. Мен 3 күн бойы ұйықтамағамын. Ол мектепте төбелесіп келген күні мен қорғағамын. Әскерге кеткенде күнде жылағамын. Ал қазір ол жалғыз қалып отыр. Бірақ мен оның жанында жоқпын. 1 аптадан кейін қарттар үйінің директоры мені шақырды. Күләш апа, сізге келуші келді. Менің жүрегім тағы да соқты. Мен дәлізге шықтым. Бірақ бұл Нұржан емес еді. Бұл Әлия болатын. Менің келінім. Ол мені көрген бойда жылап жіберді. Мама, кешіріңіз. Мен үнсіз тұрдым. Мен бәрін тоқтата алмадым. Нені? Нұржанда. Ол көзіне жас алып сөйледі. Ол қатты өзгеріп кетті. Неге? Ақша. Ол басын төмен түсірді. Қарыз. Қорқыныш. Ашу. Мен жай ғана тыңдап отырдым. Ол үйді сіз үшін емес, өзі үшін сатты. Бұл сөз ауыр естілді. Бірақ мен оны бұрыннан сезіп жүргенмін. Қазір ол жалғыз. Сендер неге кеттіңдер? Әлия жылап жіберді. Ол ешкімді тыңдамайтын болды. Ал балалар? Олар әкесін сағынады. Мен көзімді жұмдым. Бір отбасы осылай бөлініп кеткен еді. Әлия кетер алдында. Ол сізге келе алмай жүр деді. Неге? Ұялады. Мен алғаш рет осы сөзді естідім. Нұржан ұялады. Өз анасына қарауға ұялады. Мені осында қалдырған үшін. Үйді сатқан үшін. Өз өмірін жоғалтқан үшін. Сол кеште мен аулада жалғыз отырдым. Күн батып бара жатты. Мен ішімнен бір ғана дұға жасадым. Құдайым, ұлыма күш бер. Мен өзім үшін ештеңе сұрамадым. Тағы да балам үшін сұрадым. Өйткені ана жүрегі ешқашан өзгермейді. Ал сол уақытта қалада Нұржан жалғыз пәтерде отыр еді. Жұмысы жоқ. Отбасы жоқ. Ақшасы жоқ. Ол үстел тартпасынан ескі суретті алып шықты. Онда мен оны мектепке алғаш апарған күніміз түсірілген екен. Ол суретке ұзақ қарады. Содан кейін өмірінде алғаш рет жылап жіберді. Ал келесі күні таңертең ол қарттар үйіне баруға шешім қабылдады. Бірақ мен ол кезде оның келе жатқанын әлі білмейтін едім. Сол күні таңертең ауа райы ерекше салқын еді. Күз басталып кеткен. Ауладағы жапырақтар сарғайып жерге түсіп жатты. Мен әдеттегідей терезенің жанындағы орындыққа отырдым. Бұл орын соңғы айларда менің ең жақын досым айналған еді. Осы жерден қақпа көрінеді. Осы жерден келетін көліктерді көруге болады. Бірақ соңғы апталарда мен күтуді азайтқан едім. Өйткені үмітте шаршайды екен. Раушан апай маған шай әкелді. Бүгін көңіліңіз жоқ сияқты.
Мен жымия алмадым. Түнде ұлым түсіме кірді. Не деді? Ештеңе айтпады. Тек кішкентай бала болып жүрді. Раушан апай басын изеді. Аналар баласын әрқашан бала күйінде көреді. Мен терезеге қарадым. Иә. Нұржан 40 жаста болса да, мен үшін сол баяғы мектепке алғаш барған бала болып қалған еді. Түске жақын қызметкер қыз жүгіріп келді. Күләш апа. Иә. Сізге біреу келді. Менің жүрегім тағы да қатты соғып кетті. Бірақ өзімді ұстап қалдым. Өйткені соңғы айларда талай рет үміттеніп кейін көңілім қалған. Мен баяу орнымнан тұрдым. Дәлізге шықтым, сосын оны көрдім. Нұржан. Ол есік алдында тұр екен. Бірақ бұл мен білетін Нұржан емес еді. Шашы ағарған. Жүдеп кеткен. Көзінің асты қарайып кеткен. Костюмде жоқ. Қымбат сағатта жоқ. Тек шаршаған адам ғана тұрды. Бірнеше секунд біз үнсіз қарасып тұрдық. Сосын ол ақырын. Анашым. Мен ештеңе айта алмадым. Өйткені осы сәтті мен қанша ай күттім. Ол маған жақындады. Көзінен жас ағып тұр. Кешіріңіз. Мен үндемедім. Мен бәрін білдірдім. Дауысы дірілдеп шықты. Мен сізді жалғыз қалдырдым. Менің де көзіме жас келді. Бірақ жүрегімдегі жара әлі жазылмаған еді. Неге, балам? Ол басын төмен түсірді. Мен қорықтым. Неден? Ақшадан айырылудан. Сонда анаңнан айырылудан қорықпадың ба? Ол жылап жіберді. Біз ауладағы орындыққа отырдық. Дәл сол жерде мен бірнеше ай бойы оны күткенмін. Мен жұмыстан айырылдым. Білемін. Әлия кетіп қалды. Білемін. Балаларым менімен сөйлеспейді. Мен оның қолына қарадым. Қолы дірілдеп тұр. Мен бәрінен айырылдым, анашым. Мен ақырын ғана. Жоқ. Ол басын көтерді. Сен әлі де анаңды жоғалтқан жоқсың. Нұржан жылап отырды. Мен өмірімде ұлымды осылай көрмегенмін. Бір кезде ол қалтасынан ескі суретті шығарды. Бұл біздің суретіміз еді. Ол 5 жаста. Мен оны мектепке апарып бара жатырмын. Мен осы суретті таптым. Мен суретті қолыма алдым. Есіңде ме? Иә. Сен сол күні менің қолымды жібермеген едің. Ол көз жасын сүртті. Ал қазір өзім сіздің қолыңызды жіберіп қойдым. Мен жылай бастадым. Өйткені дәл осы сөзді естігім келген. Ақталуды емес. Өкінуді емес. Тек шындықты. Кешке қарай ол кетуге жиналды. Мен ертең тағы келемін. Мен оған қарадым. Шынымен бе? Ол басын изеді. Бұл жолы сөз беремін. Бұл жолы сөз беремін. Мен ұзақ үнсіз отырдым. Содан кейін. Мен саған сенгім келеді, балам. Ол жылап жіберді. Нұржан қақпаға қарай жүріп бара жатқанда кенет тоқтады. Артқа бұрылды. Бала күндегідей. Дәл мен мектепке шығарып салғанда сияқты. Анашым. Иә. Үйге қайтасыз ба? Менің жүрегім тоқтап қалғандай болды. Не дедің? Мен сізді үйге алып кеткім келеді. Мен үнсіз қалдым. Өйткені бірнеше ай бұрын дәл осы адам мені осы жерге қалдырып кеткен еді. Ал енді ол мені үйге қайтарғысы келеді. Бірақ менің жүрегім әлі дайын емес еді. Өйткені кешіру оңай. Ал қайта сену әлде қайда қиын. Нұржан кеткеннен кейін мен ұзақ уақыт аулада отырдым. Күн баяу батып бара жатты. Ағаштардың жапырақтары желмен сыбдырлап тұр. Ал менің жүрегімде бұрыннан ұмыт болған сезім пайда болды. Үміт. Бірақ сол үмітпен бірге қорқыныш та келді. Өйткені адам бір рет сынғаннан кейін қайта сенуге қорқады екен. Раушан апай қасыма келіп отырды. Ұлыңыз келді ме? Мен басымды изедім. Иә. Не деді? Үйге қайт деді. Ол ұзақ үнсіз қалды. Сіз не айттыңыз? Ештеңе. Неге? Мен көзімді төмен түсірдім. Қорқамын. Раушан апай қолымды ұстады. Кімнен? Қайтадан жалғыз қалудан. Ол ауыр күрсінді.
Мұнда жүрген адамдардың ең үлкен қорқынышы осы. Келесі күні таңертең мен тағы да терезе жанында отырдым. Бірақ бұл жолы өзгеше еді. Мен күткім келмеді. Өйткені егер ол келмесе, тағы ауыратынын білдім. Бірақ сағат 10 шамасында қақпа алдында көлік тоқтады. Нұржан. Ол уәдесінде тұрды. Менің көзіме жас келді. Өйткені кейде адамға үлкен сыйлықтың керегі жоқ. Кейде тек уәдеде тұрған адам жеткілікті. Ол қолында пакет ұстап келді. Анашым, сіз жақсы көретін бауырсақ алып келдім. Мен күліп жібердім. Бірнеше айдан бері алғаш рет. Әлі есіңде ме? Әрине. Біз шай іштік. Көп сөйлеспедік. Бірақ кейде үнсіздік те адамдарды жақындастырады. Нұржан соңғы айларын айтып берді. Жұмыссыз қалғанын, қарыздарын, Әлияның кетіп қалғанын, балаларының ренжігенін. Сосын ол кенет. Мен бәрін жоғалтқанда ғана сіздің қандай күйде болғаныңызды түсіндім. Мен үндемедім. Өйткені ол сөздер кеш келсе де шын еді. Бірнеше апта бойы ол күн сайын келіп жүрді. Кейде гүл әкеледі. Кейде дәрі. Кейде жай ғана отырып кетеді. Қарттар үйіндегі адамдардың бәрі оны танып алды. Раушан апай бір күні күліп. Ұлымыз өзгеріпті. Мен ақырын. Иә. Кешірдіңіз бе? Мен ұзақ ойландым. Жүрегім кешірді. Ал жаныңыз ше? Мен жауап бере алмадым. Бір күні Нұржан маған конверт берді. Бұл не? Үйдің құжаттары. Мен таң қалдым. Қандай үй? Кішкентай ғана үй жалдадым. Неге? Ол көзін төмен түсірді. Біз қайтадан бірге тұрайық. Мен үнсіз қалдым. Бұл жолы мен сізге қараймын. Көзімнен жас шығып кетті. Өйткені өмір бойы мен оған қарадым. Ал енді ол маған қарағысы келеді. Сол түні ұйықтай алмадым. Терезе алдында отырып ұзақ ойландым. Қарттар үйі маған бөтен жер болып келіп еді. Бірақ мұнда да адамдар таптым. Достар таптым. Раушан апайды таптым. Бірақ үй деген басқа нәрсе. Үй деген балаңның дауысы. Шайдың иісі. Отбасы. Ертеңіне мен Раушан апайға бәрін айттым. Ол күлімсіреді. Барасыз ба? Мен көзіме жас алып. Білмеймін. Неге? Сізді қимаймын. Ол күліп жіберді. Мен мұнда қаламын. Біраз үнсіз отырдық. Сосын ол. Бірақ ананың орны баласының жанында. Мен оның қолын ұстадым. Ал егер бәрі қайтадан қайталанса ше? Раушан апай маған қарап. Онда сіз кем дегенде тағы бір рет махаббатқа сенген боласыз. Сол күні кешке Нұржан тағы келді. Ол қасымда үнсіз отырды. Сосын жай ғана. Анашым. Иә. Үйге қайтайықшы. Мен оның көзіне қарадым. Ол бұрынғыдай емес еді. Өмір оны өзгерткен. Өкіні оны өзгерткен. Жалғыздық оны өзгерткен. Мен оның қолын ұстадым. Бірақ жауабымды әлі айтпадым. Өйткені мен соңғы шешімді ертең қабылдағым келді. Ал ол шешім біздің бүкіл өмірімізді өзгертетін еді. Сол түні мен ұзақ ұйықтай алмадым. Терезенің жанында отырып аспанға қарадым. Қарттар үйіне келгеніме бірнеше ай болыпты. Алғаш келген күні өзімді керексіз адам сияқты сезінген едім. Бүкіл өмірім аяқталғандай көрінген. Бірақ қазір бәрі басқаша еді. Өйткені менің ұлым қайта оралды. Ал ең бастысы ол өзінің қателігін түсінді. Таңертең ерте Раушан апай оянып кетті. Ол менің заттарымды жинап отырғанымды көрді. Шешім қабылдадыңыз ба? Мен ақырын басымды изедім. Иә. Ол күлімсіреді. Бірақ оның көзіне жас келді. Үйге қайтасыз ба? Иә. Дұрыс шешім. Мен оның қолын ұстадым. Сізді сағынамын. Ол жымиып. Мен де. Сізді жалғыз қалдырып кеткім келмейді. Раушан апай терезеге қарады. Мен сізге бір нәрсе айтайын ба? Айтыңыз. Егер сіздің балаңыз қайтып келсе, міндетті түрде барыңыз. Неге?
Өйткені көп адамның баласы қайтып келмейді. Мен жылап жібердім. Түске қарай Нұржан келді. Бұл жолы оның жанында 2 немерем тұр екен. Олар жүгіріп келіп, «Әже!» деп құшақтап алды. Мен көз жасымды ұстай алмадым. Бірнеше ай бойы сағынған дауыстарымды қайта естідім. «Немерем! Әже, үйге қайтыңызшы!» Мен олардың шашынан сипадым. Өйткені кейде адамды өмірге қайтаратын балалардың бір ауыз сөзі болады. Нұржан менің чемоданымды көтеріп шықты. Қақпаға жақындағанда мен артыма қарадым. Бұл жер маған ауыр күндерді сыйлады. Бірақ бұл жерде мен жалғыз емес екенімді де түсіндім. Раушан апай есік алдында тұр екен. Мен барып оны құшақтадым. «Келіп тұрамын». Ол күлімсіреді. «Ұмытпаңыз». «Ұмытпаймын». Көлікпен келе жатқанда ешкім көп сөйлемеді. Немерелерім жанымда отыр. Нұржан рөлде. Бір кезде ол ақырын: «Анашым». «Иә. Мені кешірдіңіз бе?» Мен терезеге қарадым. Жол бойындағы ағаштар артта қалып жатыр. Өткен өмір сияқты. Сосын жай ғана: «Мен сені ешқашан жек көрген емеспін, балам». Оның көзіне жас келді. Бірақ мен өзімді ешқашан кешірмеймін. Мен оның иығына қолымды қойдым. «Бір күні кешіресің». Үйге келгенде шағын ғана үй екен. Бірақ іші жылы. Ас үйден шайдың иісі шығып тұр. Немерелерім күліп жүр. Мен өзімді ұзақ уақыттан кейін алғаш рет үйде жүргендей сезіндім. Кешке бәріміз бір дастархан басына отырдық. Нұржан маған шай құйып берді. Дәл мен оған бала кезінде құйып бергендей. Сол сәтте мен өмірдің қалай өзгеретінін түсіндім. Бір кезде балаңа сен қарайсың. Бір кезде ол саған қарайды. Бірнеше аптадан кейін Әлия да балалармен келе бастады. Олар қайта сөйлесті. Баяу, асықпай. Бірақ бұл жолы бұрынғы қателіктерді қайталамауға тырысты. Ал Нұржан әр сенбі күні мені Раушан апайға алып барып тұратын болды. Өйткені кейбір адамдар өміріңе кеш келсе де отбасың айналады. Бір күні кешке немерем менен сұрады: «Әже, сіз бізге ренжисіз бе?» Мен күліп: «Жоқ». «Неге?» Мен біраз ойланып қалдым. Сосын: «Өйткені ана жүрегі басқаша болады». «Қалай?» Мен немеремді құшақтап: «Ана баласын қанша ренжісе де жақсы көреді. Қазір мен 70 жасқа келдім. Кейде сол қарттар үйіндегі күндерді есіме аламын. Сол суық бөлмені, терезе алдындағы орындықты, әр көлікті күткен күндерді. Бірақ ең көп есімде қалғаны ұлымның маған айтқан бір сөзі: «Анашым, үйге қайтайықшы». Мен сол кезде түсіндім. Балалар кейде қателеседі. Кейде ата-анасын ренжітеді. Кейде тым кеш түсінеді. Бірақ егер жүректе махаббат өлмесе, отбасы қайта жинала алады. Ал ана жүрегі, ол ешқашан есігін жаппайды.